Шын мәнінде ешбір тағам адамды қатерлі ісік ауруынан қорғай алмайды. Қатерлі ісікпен күресетін тағамдар термині егер адам оларды диетаға қосса, қатерлі ісіктің қаупін азайтатын тағамды білдіреді делінген. Сонымен қатерлі ісікпен күресу үшін қандай тағамдарды жеген дұрыс? Армысыз қадірменді YouTube көрермен, сіздермен денсаулық байлық арнасы бүгін сіздерге қатерлі ісіктің, яғни рактың алдын алатын көкөністермен таныстырмақшымыз. Оның ең біріншісі алма. Күніне бір алма дәрігерді алмастыра алады деген сөз шын мәнінде де дұрыс. Алмада қатерлі ісікке қарсы перспективалы қасиеттері бар полифенолдар бар. Полифенолдар дегеніміз қабынудың, жүрек қан тамырлары ауруларының және инфекциялардың алдын алатын өсімдік қосылыстары. Бірқатар зерттеулер полифенолдардың ісікке қарсы және оның қасиеттеріне қарсы жұмыс жасайтын атап көрсеткен. Осылайша 2018 жылы Food and Group Analysis журналында жарияланған мәліметтерге сәйкес алма полифенол флоретині сүт безі қатерлі ісігі жасушаларының өсуін айтарлықтай тежейтінін, бірақ қалыпты жасушаларға әсер етпейтін қасиетке ие екендігін дәлелдеген. Кәдімгі қырыққабат, брокколи, гүлді қырыққабат сияқты крестогүлді көкөністердің құрамында ісікке қарсы қасиеттері бар өсімдік қосылысы сульфорафан бар. Дәлелдер сульфорафанның рак клеткаларының өсуін азайтуы және тоқ ішек қатерлі ісігінің жасуша өлімін тудыруы мүмкін екенін көрсетті. Бұл жалпы сөзбен айтқанда, барлық қырыққабат тәрізді көкөністердің, оның ішінде қырыққабаттың түрінің құрамының бәрінде сульфорафан бар екендігі, ал сульфорафан өз кезегінде рак клеткаларының өсуіне қарсы тұратын қосылыс екендігі атап айтылады. Сульфорафан сүт безі қатерлі ісігінде ісіктің дамуына және оның мөлшеріне қарсы тұра алады делінген. Күнделікті тұрмыста жиі кездесетін, оның қызғылт сары түсіне жауап беретін бета-каротин бұл сәбіз. Бета-каротиннің иммундық жүйені қолдауда маңызды рөл атқаратыны анықталған және қатерлі ісіктің кейбір түрлерінің, соның ішінде сүт безі обыры, простата обыры және асқазан рагы алдын ала алады. Бұл біз айтып тұрғанымыз сәбіз жайында. Енді кезек балықтың майы, яғни омега-3. Майлы балықты немесе балық майын үнемі жейтін адамдар тоқ ішек рагының 53%-на аз зардап шегеді. Ғалымдар мұны ағзадағы қабынуды тежейтін омега-3 май қышқылдарының пайдалы әсері деп санайды. Сондай-ақ егде жастағы балық майын тұтынатын адамдарда қуық асты безінің қатерлі ісігінің айтарлықтай төмендеуіне септігін тигізеді. Американдық онкологиялық зерттеулер институтының мәліметі бойынша барлық жаңғақтар қатерлі ісікке қарсы қасиеттері барын көрсетеді. Грек жаңғағы ең маңызды канцерогендік әсерге ие. Жаңғақтың құрамындағы педункулагин деп аталатын зат бар. Оны организм уралитинге айналдырады. Уралитиндер өз кезегінде эстроген рецепторларымен байланысып, сүт безі қатерлі ісігінің дамуын болдырмайтын қосылыстар. Бұршақ және жасымықта көп талшық бар. Бұл ішек қатерлі ісігінің даму ықтималдығын азайтады. Күнделікті рационда талшыққа бай осындай бұршақтарды жеген әйел адамдарда сүт безі қатерлі ісігінің шалдығу ықтималдығы 20%-ға азаятын туралы деректерде айтылған. Енді кезекте мына қызықты қараңыз. Вашингтондағы Америка ұлттық онкологиялық институты жариялаған мәліметтерге сәйкес кетчуп, томат шырыны, томат пастасы және басқа да қызанақ өнімдерінен жасалынатын заттар простата обырының даму ықтималдығын айтарлықтай төмендететінін және оның алдын ала алатындығы айтылған. Ғалымдар бұл мәселедегі басты құндылық қызанақ құрамындағы күшті антиоксидант ликопенге тиесілі деп санайды. Ол дене жасушаларындағы генетикалық материалды зақымдайтын оттегі радикалдарының мөлшерін азайтады және сол арқылы қатерлі
ісіктің дамуына ықпал етеді екен. Аз да мөлшерде болса, сарымсақ өзін онкологиялық бағытта біраз көмегін көрсете алады. Жасушалық және жануарларға жүргізілген зерттеулер сарымсақтағы аллел сульфат қосылыстары канцерогендерді белсендіретін ферменттерді тежейтіндігі атап көрсетілген. Канцероген өз кезегінде қатерлі ісікті тудыратын жаман қосылыстар болып табылады. Қорыта айтқан кезде, теңгерімді диета иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Дененің терапияның жанама әсерлерімен күресуін жеңілдетеді және бұлшықеттің жоғалуын азайтады. Екінші жағынан трансмайлар немесе ішінара гидрленген май сияқты қатерлі ісіктің қаупін арттыратын тағамдардан, сондай-ақ қуыру, қызып кету және күйдіру арқылы түзілетін полициклді хош иісті көмірсулардан аулақ болу керек. Жалпылама айтқанда, дұрыс тамақтанып, рактың, қатерлі ісіктің пайда болу қаупін төмендетуге болады. Бұл жерде айтылған ақпараттарды өз қажеттіліктеріңізге жаратып, осы өнімдерді күнделікті тағамда қолданатын болсаңыздар, қатерлі ісік қаупін азайтуға сәл де болсын көмегі тиеді. Бүгінге берілген пайдалы ақпараттар легі осындай. Қадірменді YouTube көрермен, ақпарат пайдалы деп тапсаңыз, каналды қолдап, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер.